Ассалаумағалейкум, бауырлар. Мынау ата-бабамыз кезінде намысты қалай қорғаған. Қазір біз бейқамдықтың кесірінен бейқам боламыз деп соншама мынау ата-бабамыздың ізін, тәлімін өткізе алмай жатырмыз. Өткізбестен бұрын ұрпаққа біз қабылдай алмай жатырмыз оны. Қазір 5 жасар қызға дейін зорланып жатыр. Ал біздің аппетитіміз ұрып тұр. Ешқандай уайым жоқ, дым көрмегендей құлағымызды да, көзімізді де жауып қойғанбыз. Біз қазір тектілігімізді тұншықтырып, тентектігімізді асырып жатырмыз ғой қазір. Сіз балиғат жасына дейін тентек бола аласыз. Балиғат жасынан кейін сіз ересексіз, яғни 13-15 жастан кейін сіз ел тағдырына араласа бастау керек. Ер азамат деген намысты қорғай бастау керек. Ел деген ол отан, отбасынан басталады. Осы балиғат жасынан кейін сіз шәкәрім ата айтады ғой жаңа. Әр жаста атқаратын міндетің бар, қай жаста не істейтін ісіңді біл. Біз қазір орта жас болсын, 60-70 қырдан ассақ та біз ештеңені уайымдамайтын болғанбыз қазір. Ал енді бауырлар, осыны бір шумақ, бір өлеңмен сіздерге жеткізіп көрсем. Бауырлар, бүгінгі қыз ертеңгі ана. Анамызда бір кездері қыз болған ойын бала. Қыз баласын құрметтеп, қадірлей біле білсең, жерде, тілде отандана. Отаныңа барыңды сал, жерді теппе, шырылдап, шындық айтар ерді сөкпе. Жігіттер, намысты біз қорғамасақ, Алла берген өмірің өтті текке. Қалаға кеп арман қуған бұрымдарды, алдап арбап зорлайды қазақтың зұлымдары. Ол аз болса 5 жасар қызға көшті. Ол енді өскен гүлдің жұлын ғана. Данышпан шариғатым Абай ата 5 нәрседен қашық бол демеп педі. Намыссыз бүгінгі ұрпақтарың данышпанның сол сөзін елеп педі. Жігіттер ар намысты қорғау керек. Тірлікте алауыздық болмау керек. Қыз тағдыры тас талқан болып жатса, қарындас деп оны да қорғау керек. Жігіттер еркекпіз деп төс қағамыз. Несіне мықтымыз деп мақтанамыз. Жетім жесір көздерін бақырайтып, ішіп жеп, шырт түкіріп шаттанамыз. Бас көз бол ер азамат жан-жағыңа, сонда жетер жас толқын арманына. Қызға қорған ұлтыңа ұл болсаңыз, жетерсің адамзаттың заңғарына. Бауырлар, осы іске біз бейқамдықпен қарап, ел жігіттің мойнында қыл арқан шіріміз дейді қазақ. 60-тағы араласпайым десе, 50-дегі ештеңе етпейді десе, 40-тағы қолын сілтей саса, 30-дағы әлі ойнап жүрсе, 15-20-дағы бала, 28-дегі бала естімейді бауырлар. Осы жайында терең ойлансақ, Алла разы болсын.